қоштастайық. Қош келдіңіз аға. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Мынау Өзбекстандағы қазақтар қауымдастығының ұйымдастырылып отырған іс-шараға қош келіпсіздер. Осы іс-шара бүгін өткізілген. Бұл осы жаңағы сол Өзбекстандағы қазақ қауымдастығының оқылған құран осының бәрі мынау алланың несібесі сау болсын. Осындай жақсылықты іс-шаралар молынан бола берсін. Жақсы, рахмет. Құрметті ағайындар, бауырлар, әкесілер, Өзбекстандағы ағайлар, ағайындар. Мен әлекең айтпақшы, осы жиынның басындағы Өзбекстандағы ағайындарымызға басын жейміз. Қасиеті мол, істер деп санаймыз. Біздің ағайындарымыздың берекесі келе берсін, ынтымағымыз жараса берсін. Оқып жатқан құранымыз, шығып насихатымыз, бабаларымыздың рухына тие берсін. Енді ауқаттардың алдыңызда қаттырақ шабала болса болады. Ассалаумағалейкум, Ташкент қаласына қош келіпсіздер. Сіздерді бірнеше күннен бері біз күтіп жатырмыз. Қашан келеді деп. Міне бүгін келдіңіздер, зиярат қылдыңыздар. Шымырат аға, Төлеби бабаға, Сабыр Ахметовқа сәлем. Біз өте қуанып жатырмыз. Өзбек халқы да қуанып жатыр. Сіздерге алып, сіздердің келіп басы келіп, осы Сабыр Ахметовқа гүл қойғандарыңызға дейін өзінің алғысын айтып жатыр маған. Соның үшін мынау астамды болсын. Бұл шара өзі жастар үшін, біз бірталай жастар деп қалдық, жастарға өнерлі болсын. Ертең ата бабасы жүзігі руылып бірсін, қыз беріспейді ерніне бірсін деген ниетте жас өспірімге тәрбие ретінде осындай шараларды ұйымдастырып отырмыз. Соның үшін қазақтар айтады, өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Соның үшін жұмыстарымыз алға баса берсін, бірлігіміз, достығымыз мәңгі бола берсін Өзбекстанмен. Әр отбасында мынау келгендердің үйінде той бола берсін, тойдан басы шықпасын. Төлебиде іздегендердің үйінде жақсы күндері көп болсын. Жақсылап отырып, тамақтанып, ырза болып кетулеріңізді сұраймыз. Рахмет. Қайырлы күн, армысыздар асылағайын. Қолдарыңызда сөйлеп тұрған Әлмұхамед Әлтайұлынан Төлеби келді қазылды. Дәл осылай 1992 жылы Қазақ радиосында диктор болып отырғанымда өзімді осылай хабарлаған едім. Ондағы мақсатым тәуелсіздік алдарында бір жыл ғана болған Қазақстанның ұланы ретінде, Қазақстанның азаматы ретінде кешегі тарихта аттары алтын әріппен жазылған ұлы тұлғалардың бүгінгі ұрпағы біз екенімізді бір болса да радио тыңдап отырған жас ұрпақтың құлағына жете берсін деген мақсатым еді. Бүгін міне сол ұрпақтың кешегі өткен ұлы бабаларымызға деген тағзымы, құрметі, ізетін көріп ерекше қуанып тұрмын. Бұл енді әрине дәстүрге айналған. Біз енді сонау Астанадан бұрын Алматыда тұрдық. Жолда жол түсе бермей, бірақ дәл түс тапқанда Төлеби бабамыздың басына келіп жүрдік. Сонау 80-ші жылдардан бастап өнер сапарымен талай келіп, атамыздың, бабамыздың басына
кездеріміз болған, үйіңізде кішкене ағысы суық қалған болмаса. Бүгін міне дәм тұздатып, орталарыңыздан жабылғаныма, ауамның басына келіп, Құранда болғаныма, зиярат еткеніме өте қуаныштымын. Жаңа дастарханның батасын берген ақсақалдарымыздың аузынан атажұрттан келген ағайын аға жұртқа қош келдіңіздер деп бекер айтпаған сияқты. Міне расында атажұрт бүгінгі Қазақстан болғанмен арғы тарихтан алатын болса, ол кезде қазақ өзбек деп бөлінбеген бір түркінің баласы Алтын Орданың бір ғана шетінде отырған біздің кепегі бабаларымыз сен анау едің, сен мынау едің деп бөлінбеген. Міне содан үлгі өнеге алған біздің би болыстарымыз, хан сұлтандарымыз осы қазақтың басын біріктіру, жалғыз қазақтың ғана емес, қара шаңырақта отырған Орта Азия халықтарының бәрінің басын біріктіру кешегі сол бабаларымыздың, Төле би бабамыздың, Әйтеке бабамыздың, Қазыбек бабаларымыздың үлкен мақсаты, арманы болады. Бүгін сол арман мақсатты орындап жүрген екі елдің туысқан халықтарының ынтымағын, достығын паш етіп жүрген бүгінгі ұрпақ сіздер мен біздерміз. Ендеше бірлік бар жерде тірлік бар деп, оны да сол бабаларымыз айтқан. Бірлігіміз, ынтымағымыз арта берсін. Еліміз өркенді болсын. Мәңгілік ел болу, мәңгілік халық болу, ұлт болып ұйысып, бүкіл дәстүрімізді сақтап, тарихымызды жаңғыртатын заман туды ағайын. Ендеше бабалардың рухы, әруағы бүгінгі ұрпақ біздерді қашанда қолдап жүрсін. Бүгінгі жасап келген зияраттарыңыз қабыл болсын. Алла тағала сауаптан жасын. Бабалар рухы разы болсын. Аумин. Аллаху акбар.